Саламатсыздар ма балалар? Балалар, бүгін мен сендерге бір ерекше сандық алып келдім. Ол жай сандық емес, оның ішінде халқымыздың 7 қазынасы бар екен. Балалар, сандықты бірге ашып көреміз бе? Балалар, бұл не? Ат қандай болады? Жарайсың, жүйрік болады. Қазақ халқы ат туралы былай деген екен. Ат ердің қанаты деп. Ер қанаты деп. Бірінші қазынамыз жүйрік ат екен, е? Балалар, бұл не? Бүркіт қалай сан? Бүркітті қалай құрметтеген? Жарайсыңдар балалар, бұл екінші қазынамыз қыран бүркіт. Балалар, бұл қандай жануар? Тазы қандай болады? Айназым, тазы кімге серік болған, айта қойшы? Аңшыға серік болған, е? Жарайсыңдар, бұл үшінші қазынамыз май тазы. Бұл не? Мылтық. Қазақ халқы мылтықты не үшін пайдаланған? Аңшылыққа. Балалар, біз мылтықпен ойнаймыз ба? Жоқ. Бұл біздің 4-ші қазынамыз. Ерен мылтық. Балалар, бұл кім? Ана. Анау, біз үшін қандай адам? Маған бізде сақсы бар еді. Дұрыс айтасың. Ана шаңырақтың құты, отбасының берекесі, иә балалар? Бұл 5-ші қазынамыз. Балалар, бұл не? Кітап. Кітап бізге не береді? Білім береді. Білімді бала қандай болады? Ақылды болады. Дұрыс айтасың, ақыл мен білім 6-шы қазына. Балалар, бұл кім? Ер жігіт. Ер жігіт қандай болады? Ақылды болу керек. Тағы қандай болу керек? Батыр болу керек. Ен сүйу керек. Жарайсыңдар балалар, бұл біздің 7-ші қазынамыз ер жігіт. Балалар, бүгін біз қандай қазыналармен таныстық? Қыран айтады. Нере мылтық? Ақыл білім. Ер жігіт. Жарайсыңдар балалар, бұл біздің ата-бабамыздан қалған асыл мұрасы. Ұлттық құндылығымызды ұмытпайық. 7 қазына халықтың асыл мұрасы. Қазақшан қалай балақай?